Сәлем достар, сіздермен бірге жер каналы. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз бас ауруын дәрісіз емдеудің 8 тәсілін айтатын боламыз. Ал біз өз видеомызды бастаймыз. Бас ауруының түрлі себептері бар. Қатты ашулану, дұрыс ұйықтамау, күйзеліс, уақытылы тамақтанбау, компьютердің алдында ұзақ отыру. Ондай кездері дәріге жүгінбей-ақ табиғи жолмен бас ауруын қалай аюға болады? Онда мына 8 тәсілді мықтылап ұғынып алыңыздар. Біріншісі, басыңыз ауырғанын сезсеңіз, дереу таза бір стакан су ішіп алыңыз. Екіншісі, басқа, мойынға, құлақтың сырғалығына массаж жасаңыз. Үшінші, лимон немесе бал қосылған жылы су ішіңіз. Төртінші, жалбыз қосылған көк шай ішіңіз. Бесінші, зімбірден дайындалған шайды күніне 3-4 рет ішсеңіз, бас ауруынан мүлде арыла аласыз. Алтыншы, таңертең басыңыздың ауырғанын сезінсеңіз, бір алма жеп алыңыз. Жетінші, бадамда бас ауруын тез басады. Сегізінші, бір ас қасық кептірілген жалбыздың үстіне қайнаған су қойып, бетін жауып 10 минуттан соң ішіңіз. Ашы десеңіз, бал қоссаңыз болады. Сонымен достар, бүгінгі видеомыз аяқталды. Егер видеомыз ұнаса, лайк басып, ардаға жазылып кетсеңіздер болады. Сіздермен болған жер каналы, келесі кездескенше.